Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді салаттың рецептісімен бөліспекшімін. Ең алдымен тауықтың етін жуып, құрғатып, ұзынша жалпақ етіп, видеодағыдай турап аламыз. Етімізді ыдысқа салып, тұзын, ұсақталған сарымсағымызды, соя соусын, балымызды және сұйық майымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Әбден араластырған етіміздің бетін жауып, жарты сағатқа маринаттап қоямыз. Қызып тұрған майымызға маринатталған етімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Ендігі кезекте жуылған қиярымызды екіге бөліп, ұзынша етіп турап шығамыз. Черри қызанақтарын ортасынан екіге бөліп шығамыз. Құрмамыздың сүйегін алып, 4 бөлікке бөлеміз. Ыдысымызға рукола жапырақтарын және де айсберг жапырақтарын қолмен үзіп саламыз. Алдын ала жуып, құрғатып алыңыздар. Үстінен қиярды, черри қызанағын және құрмамызды қосып, дәміне қарай тұздап, бұрыштап, зәйтүн майын құйып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Салатымызды тарелкаға салып, оның үстінен тауық еттерін саламыз. Фетакса сырын саламыз. Және де бальзамический соуспен әсемдеп шықсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.